Балабул. Ауыл музыканттары. Ертеде бір ауылда бір есек болыпты. Ол күнде арба сүйреп, қожайынына жұмыс істеп жүрген екен. Таң атқаннан кешке дейін жұмысым, арба сүйреп таусылмайды тынысым. Қожайынның айқайына шаршадым, менің жаным қалайды өнер тынысым. Бұл ауылдың тар көшесі мезетті, арман қуған уақытымда тез жетті. Мен әнші боламын, жұлдыздай жанамын, үлкен сахналарды бағындырамын. Есек демеңдер, даусымды тыңдаңдар, мен әлемді әніммен таң қалдырамын. Мяу емес, қау емес, ио, ио, менің әнім ең үздік, ио, ио. Болды. Осы ауыр қаптарды қожайынға апарып беремде кетем қалаға. Менің орным үлкен сахнада. Қожайын ұйықтап жатыр. Қашатын уақыт келді. Еркіндік деген рахат екен. Гитарамды алып ән айтсам ба екен, а? Мына керемет дыбыстар қай жақтан шығып тұр? Сәлем, барабанды жақсы ойнайды екенсің. Рахмет! Қожайыным қартайды деп үйінен қуып шықты. Енді осылай күнімді көріп жүрмін. Досым, мен гитарамен ән шырқайын. Ал сен барабанмен маған қосыл. Ауылдың таңында мен оянамын, шөптің де судың да дәмін аламын. Қарапайым есекпін, бірақ арманым үлкен қала жаққа барады әнім. Ио, ио деп шырқаймын күнде, әуенім естілсін алыс өңірде. Үлкен сахна жарық шамдар жайнаған, менің даусым бүкіл әлемге тараған. Қаланың көшесі жұрттың бәрі мәз, әншесек болам беріңдерші батақ-батас. Ио, ио, армандарға жетемін, әніммен мен биік терге кетемін. Ио, ио, армандарға жетемін, әніммен мен биік терге кетемін. Ауылдың таңында мен оянамын. Солай есекпен ит дос болып, ауылдарды аралап ән шырқайтын болған. Музыкант достардың хикаяларының жалғасын келесі бөлімде көреміз.